Ассалаумағалейкум. Бүгін 11 желтоқсан. Ақтөбеден Ақтауға шығайын деп бара жатырмыз. Мынау айналым жол жаңа жақында тапсырылған. Автоцон жақпен шығып бара жатырмыз. Уақыт таңғы 9:20. Біз қазір Болгарка арқылы Шұбарға шығамыз. Шұбардан Байғанин, Байғаниннен Сағызға, ары қарай Досор, ары қарай Бейнеу, Ақтау. Жоспарымыз сондай. Мынау Береке деген коттедж қалашығы. Ауа райы керемет бүгін. Күн шығып тұр. Бұлт жоқ, қар жоқ. Температура -5. Ал жолымыз болсын, бисмилля деп Ақтауға қарай шығып бара жатырмыз. Мына жолды енді көпшілік біле бермейді. Міне Шұбарқұдық деген белгі бар. Сол Шұбарқұдық жаққа бағыттау керек. Осы айналым жолда оңға кетіп қалу керек. Осындай жол Шұбарға дейін. Жолдың жағдайы керемет. Тар демесек, жанармай бекеттер бар. Жол полды бар. Лесной деймін. Қалада осы жаққа өседі деймін. Жоспар бойынша міне қараңыз. Коммуникация жүргізіліп жатыр. 1-2 жылда осы жерде адамдарға жер беріп бастайды. Строители 2 дейді ғой. Әлі сол орысша атаулар көп екен. Анау Сазды су қоймасы. Биыл 2019-да судың бәрі тартылып кетті, су жоқ. Бос тұр су қойма. Ақтөбе осы жерге дейін. Ақтөбенің шекарасы. Шибаевка дейді ғой. Міне Сазды деген өзен. Сазды деген ауыл. Өсіп бара жатыр ауыл. Үлкен бұл. Жақсы жерде тұр, сайда. Жол тайғақтығы бар екен шамалы. Мынандай колея. Жол тар енді. Бір ауылға жақындап қалдық. Ұшқұдық деген. Шұбарқұдықта 156 километр.
негізі осындай жолдарды көбірек салу керек. Мейлі анандай кең болмасын, бірақ жүргізушіге альтернатива болу керек та. Былай барама, былай сәл ұзынырақ болады, бірақ жол жақсы. Жақсы жолдар экономикаға да әсер тигізеді. Бұл жақта да табиғат керемет екен, а? Мынандай қырлар. Ана астында өзен ағып жатыр. Ормандар бар. Өзеннің бойында Қарақобда деген ауыл. Қарақобда ауылдық округі. Белесі беле жоқ әлде мидай далама, қарамай жаным қалдырмай бәрін арала. Сарықобда дейді ғой. Қош келдіңіздер. Сарықобда, Қарақобда, Сарықобда. Жолдың бағыты сәл өзгеріп жатыр. Оңтүстікке қарай. Күн алдымызға, жолымызға түсіп жатыр. Қазақтың байлығы. Бір қиылысқа келдік. Не бар екен мұнда шайхана? Міне Тіке Болгарка деген ауыл. Шұбарқұдық 93 километр. Осы Болгарка деген ауылға барып келу керек еді. Жазда барармыз, жамандық болса. Ана жақта болып тұр ғой. Тағы бір ауыл. Керемет жерде тұр екен. Ықта, Сайда. Ашсай деген ауыл. Шайхана дейді. Не шайханасы бар? Ашсайдан шықтық. Мына жері, мына жолдар енді мұз басқан. Тағы бір ауылды өтіп бара жатырмыз. Ол да бір керемет жерде тұр. Сайда. Шығырлы деген ауыл. Шығырлы деген ауыл. Керемет жерде тұр екен. Жазда бәрін аралап тарихи орындарды, байырғы, бұрынғы бейіттерді, құлпытастарын оқып келу керек осы жерге. Кімнің жері екен? Қай рудың, қай тайпасының. Өте қызық болып тұр. Мына жақ енді мұз. Жолдың сапасы. Жайлап жүру керек енді. Тағы бір ауыл. Ол да бір күшті жерде тұр. Қандай ауыл екен? Бірлік деген ауыл. Осы жол енді немен жақсы? Фура жоқ. Енді ана жолды бітіргесін қаптап шығар енді. Ана Оралмен дейтін мүмкін емес жерге. Фура жүргізбейді. Озып күтуге де қиын.
сәл тұрып қалсаң қайттан сол бәрі озып кетеді, қайттан бұзу керек. Көбісі бұлай ауыл адамдар сосын такси жүреді осы жолмен. Қазір енді жол біткесін енді өзгереді ол. Жолдың бойында бір керемет ауыл шаруашылық бар. Көрініп тұр. Жағдайы жақсы, керемет. Шағырлы құмды деген өзен. Су бар екен. Шағырлы құмды деген өзен. Бір ауыл бар екен. Жолдың сол жағында. Ақсай деген ауыл. Әдемі көрініс. Көккүмбек аспан. Жолда көккүмбек. Шұбарға жақындаған кезде осындай жол басталады. 1-2 километр шығар, 1 километрде жоқ шығар. Мына тас жолға дейін. Міне жаңа асфальт ашылмаған әлі. Ал бұл бітеді бұйырса 1-2 жылда. Мен алдымызда шұбар. Қазір газ құйып аламыз. Болса. Әрмен қарай жәліп жүреміз. Аман сау шұбарға жеттік. Жол тайғақ. Неше 9:20-да шықтық. 11:33. 2 сағаттай жеттік. Мұнай газ бар екен мұнда. -07 көрсетіп тұр. Газ құйып алдық 59 теңгеден. Айналым жолдар басталды. Осындай. Ауа райыға қарамай міне көпір салынып жатыр. Жұмыс тоқтап жатқан жоқ. Жолдың үсті көктайғақ, мұз. Айғанын өнері дейді. Ондай баланы сенде әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек. Қарауылкелді 25, Атырау 395. Доссорға енді 300 километрдей бар ғой. Мына жерде ашып қойған. Асфальт жақсы. Енді жол ашылса, осындай шайханалар жұмыс жасап бастайды ғой. Қазір адам жоқ. Соған жергілікті халыққа дайын болу керек. Жол дейтін өмір ғой енді. Көлік тіршіліктің бәрі сол жолдың бойында. Байған Қарауылкелді. Осы жолды да істейтін шығар. Шұбардан жақсы айтып. Ішкі жолды, ішіндегі ауылдың. Жарлыға жеттік, Жарлы. Жарлы Шұбардан 100 километр екен. Олар ержетіп дегенде. Мал шұбаса да, біреу күлсе де, біреу шыласа да. Жерге жеттік әйтеуір қазір. Атырау деп тұр.
атырау солға көзі көрген Ноғайты деген ауылы. бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі Газзаправка ашылайын деп жатыр. Ашық тұр екен. көрсем екен, үйренсем Газ бар Ноғайтыда. Енім көрінген һәм көрінбеген. Жылдар түйе басталды. Бізде асфальтты салынған жолға. Еш нәрсеге Сосын ауа райы жайлап жылынып баратыр. Атырауға жақындаған соң. көзбен көрген нәрселерге Еріп жатыр жайлап. 0 көрсетіп тұр. Күн шығып тұр. оны білмеген кісінің Мұнда қар жоқ енді. Жол езіліп жатыр. Салынып жатқан жол планировка біткен енді. Келесі жылы асфальт салатын шығар. Не темір жол. Көпір. Осылай дейді ғой Атырау. Сағызға келдік. 9-да шыққанда 2-де Сағызда. Сонда неше 5 сағат па? Сағыз Шұбардан 170 километр. Мына айналым жолды дұрыстау керек. Жалпы Сағыздың айналысында мына айналым жол және салынып жатқан жолда ондай жұмыс көріп тұрған жоқ. Айналым жолдың сапасы міне салған шығып жатыр. Анау салынып жатқан тас жол. Былай айтқанда дым сілінбеді әлі. Мұқырға жеттік. Мұқыр. Сағат 2:43. Жол құрылысы қайнап тұр кәдімгідей. Техника жасап жатыр жолды. Бірақ ана сақ жақта тұрып қалды ғой деймін. Осылай грейдермен жасау керек. Мына Сағыздағы мен неше 2 ай бұрын өтіп кеткенде дәл солай тұрды. Осылай сақтау керек та. Мынау қай жер екен? Мынау Мақатқа сәл қалды енді. 20-30 километр. Болды, асфальтқа шықтық. Енді Мақаттың қасында 1-2 километр бар. Қалған осындай жол. 285 плюс 200 Ақтөбе Шұбар. Сонда 485 километр жүріп жатырмыз. Сағат 4. Бассорға жеттік. Бассор. Шеркеш руының Байвақты деген ата туылғасы.
Ергешіп қиын жолда сергелде, өзімді іздеп өзекті алып сенделген. Тарам-тарам кешкен жолым таз өткен, табанымды тас тілсе де жеңгенмін.